Медитация. Армандаған үйді таңдаңыз. Сіздермен бірге Назиля Сілямқызы. Қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен арманыңыздағы үйді таңдау медитациясын бастаймыз. Ол үшін алдымен арманыңызды айқындап алуыңыз керексіз. Алдымен арқаңызды тіктеп, жайлы етіп отырып алыңыз. Денеңіздің барлығын сезініңіз. Екі қолыңыз, екі аяғыңыз, көзіңіз, басыңыз, аузыңыз, құлағыңыз, бәрін сезініңіз. Сіз жүре аласыз, сөйлей аласыз, ести аласыз, көре аласыз. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сіздің миыңыз ерекше жаралған. Сіздің санаңыз жақсы ойларды ойлап шығарады. Ал өз кезегінде жақсы ойлар көп ақшаны тартады. Көп ақшаға айналады. Осындай қабілеттің барлығына ие бола отырып, сіздің арманыңыздағы үйде тұруыңызға әбден болады. Тек қана сіз арманыңызды айқындай алмай жүрсіз. Ал қазір сізге өз үйіңізге армандауға ешкім де кедергі келтірмейді. Ендеше бастайық. Алдымен жарыңыз екеуіңіздің риэлтормен бірге жер телімін көруге барғаныңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Жер телімінің оң жағында да, сол жағында да, артында да әдемі үйлер салынған. 200 метрдей жерде тау басталады. Жер телімі түп-түзу, электр бағанасы орнатылған, газ жүргізілген. 200 метрдей жерде күре жол бар. Сіздің үй салатын жер теліміңіздің жанында үлкен сауда үйі, мектеп, балабақша, саябақ, спорт комплексі жақын орналасқан екен. Аумағы 10 сотық жер сізге ұнап тұрғанымен жолдасыңыздың шешімін күтудесіз. Жан-жарыңыз сізге күліп бір қарады да, риэлторға алғашқы жарнасын төледі. Жарыңыз жер телімін сатып алып келген соң, небәрі 1 жылдың ішінде ақ үй салып алдыңыздар. Әрбіреуіңізде жеке бөлме, жеке гардероб, жеке санитарлық жүйе. Үйдегі әр адамның әрбіреуінде жеке кеңістіктері бар. Одан бөлек өзіңіздің тігін тігетін, тоқыма тоқитын бөлек шеберханаңыз бар. Жолдастарыңыз келсе ойнайтын бильярд залы бар. Ол жерде караоке де орналастырылған. Сіз қар жауып тұрғанда немесе жауын кезінде аулада жүгірмейсіз. Арнайы жаттығу алаңшығы бар.
ас үйіңіз тек сізді ғана күтіп тұрғандай. Сіз кірсеңіз болды, ас үйдегі тамақтар кәнігі аспаздың қолынан шыққандай болады. Сіз гүлдерге өлеңіңізді айтып жүріп, бір рет су құйып өтсеңіз, гүлдер де жауап қатып, бастарын көтеретін сияқты. Үйдегі жұмсақ жиһаздар күні бойы мападай қолыңызбен бір рет сипап кеткеніңізді қалайтындай. Сізді көрсе арқалығына орнатылған жақұт тастары көздерін төңкере қарасады. Терезе перделерде сіз келмесеңіз шетке қарай ысырылмай иба сақтап тұра беретіні өз алдында. Ал сөредегі богема хрусталь ыдыстары бір-бірімен сыбырласа үн қатысып, ай сайын келетін салиқалы қонақтарды күтетіндей. Гардеробтың есігін ашсаңыз болды, киімдеріңіз мені кеші, мені қызмет етейінші дегендей жарысады. Ортадағы үлкен баспалдақ сіздің майда жүрісіңізді сағат сайын сезінгілері келеді. Ал есіктердің қол ұстағыштары сіз ұстағанда білмейтін гауһар жүзігіңіздің нұрын бір көргісі келетіндей. Ауладағы гүлдерше сіздің күнде салатын әніңіздің әуенімен тербеле түсіп билеп тұрады. Балалардың ойнап жүрген шуылынан артық не бар екен шіркін? Әрине, бұл сіздің үйіңіз. Сіз өзіңіз армандамай жүре бергенсіз. Армандап, мақсатқа айналдырып едіңіз, бәрі де орындалды. Өз шаңырағыңызда бақытты болғайсыз.